Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім. Есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог диагноз дәрігер. Бүгінгі тақырып созылмалы жүрек жетіспеушілігін емдеу. Қалай емдейміз? Негізі емдеудің 6 жолы бар. Бірінші жолы ол ем-дәм. Ем-дәм, яғни диета ұстану. Созылмалы жүрек жетіспеушілік кезінде негізгі емнің бірі ол тұзды тамақтарды шектеу. Қалыпты жағдайда тәулігіне, басқа да жүрек ауруларында тәулігіне 5 граммнан артық тұз қолданатын болса, ал созылмалы жүрек жетіспеушілігінде 5 граммға дейін 3 граммнан төмен, ол дәрежесіне қарай, аурудың дәрежесіне қарай және компенсация, декомпенсация соған қарай 3 граммнан төмен пайдаланамыз. Сонымен қатар сұйықтықты ішу мөлшері, яғни таза су болсын, шай болсын, сорпа болсын, оның мөлшерін азайту. 1,5 литрден артық ішпеу. Және ішіп атқан сұйықтығымызбен шығарып жатқан сұйықтықты бақылап отыру. Екінші емдеу жолы ол физикалық жүктеме режимі. Яғни физикалық жүктеме қолдану керек. Негізі жүрек жетіспеушілігінде де тек қана қимыл қозғалыссыз жатуға болмайды. Физикалық жүктеме жасалу керек, жаяу жүру керек, жүгіру керек, бірақ ол созылмалы жүрек жетіспеушілік дәрежесіне қарап анықталады. Созылмалы жүрек жетіспеушілігінің емінде негізгі тағайындау кардиолог дәрігердің кеңесімен бірлесе шешілетін мәселе. Сондықтан бұл ақпараттық видео сіздерге жалпы түсінікті болу мақсатында түсіріліп отыр. Осы ақпаратты ала отырып, кардиолог кеңесінен өтіп, әрбір науқас жеке тұлға болғандықтан, дәрігер сіздің жан-жақты шағымдарыңызға, анализ қорытындысы, инструменталды зерттеулердің қорытындысына қарап, сіздің еміңізді коррекция жасайды. Сондықтан бұл берілген ақпарат сізге жалпы түсінік болу мақсатында түсіріліп отырған видео болғандықтан, видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Егер сізде созылмалы жүрек жетіспеушілігі бар болса, міндетті түрде кардиологтың консультациясын алыңыз. Өмір сүруіңіздің ұзартуына көмектесетін мықты дәрігермен, мықты кардиологтан кеңес алыңыз. Үшінші жолы ол психологиялық реабилитация. Оған дәрігерлік бақылау кіреді. Созылмалы жүрек жетіспеушілігімен ауыратын науқастарға арналған арнайы мектептер кіреді. Бұндай мектептер әрбір жергілікті емханаларда болады. Оларға арнайы дәрігер, кардиолог дәрігері сабақ береді, түсіндіреді науқастарды қалай өмір сүру керектігін. Осындай мектептерге науқас немесе науқастың туысқандары қатысып, өмірді жеңілдетуге көмектесетін болады. Төртінші әдіс ол дәрі-дәрмекпен емдеу. Бүгінгі видеода дәрі-дәрмектің қандай түрлері бар екенін айтатын боламын. Бесіншісі электрофизиологиялық әдістермен емдеу, және алтыншысы керек болған жағдайда хирургиялық немесе механикалық әдістермен емдеу жатады. Созылмалы жүрек жетіспеушілігінің негізгі дәрі-дәрмектердің тобымен таныстырайын. Бірінші топ ол АПФ ингибиторлары, екінші топ бета-блокаторлар, үшінші топ минералокортикостероидтық рецепторлардың антагонисті, және төртінші топ зәр-айдағыш препараттар немесе диуретиктер жатады. Бесінші топ жүрек гликозидтерімен емдейміз. Екі топтан құралған препарат ол вальсартан және сакубитрил деген топтың препараты. Өте маңызды препараттар болып есептеледі. Және тағы бір маңызды топ натрий глюкозалық котрансфертер ингибиторы. Екі типтегі препарат. Бұл препараттар негізі бастапқыда қант диабетімен ауыратын науқастарға арналған болғандықтан, кейінірек көптеген зерттеулердің нәтижесінде
созылмалы жүрек жетіспеушілігінің науқастарына көмегі болғандығы анықталып, бұл препаратты созылмалы жүрек жетіспеушілігінің протоколына 2021 жылы енгізілген. Сондықтан содан бері осы препаратты созылмалы жүрек жетіспеушілігінің науқастарына тағайындап келе жатырмыз, және ол жақсы нәтижеге жеткізіп, науқастың өмір сүру салтына, өмір сүру ұзақтығына жақсы әсер етіп келеді. Сондықтан осы препаратты да емдеу әдісіне қосып отыр. Бұл препараттардың бәрінің тек қана топтарын ғана айтып кеттім, ал негізгі препараттарды сіздерге қабылдауға келгенде емдеуші кардиолог дәрігерлеріңіз тағайындап, дозасын коррекция жасап бере алады. Сондықтан бұл видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі ақпаратым пайдалы болса, лайк басыңыздар. Комментарийге сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.